Сұңқар мен қарлығаш. Ертеде сұңқар атты арманшыл құс өмір сүріпті. Ол басқа құстардан батылдығымен, күшімен, әдемілігімен ерекшеленетін. Оны барлық жануарлар өте тәрбиелі, өнегелі құс санапты. Сол сұңқардың ең жақын досы қарлығаш еді. Ол да өте сұлу, мейірімді және бейбіт сүйгіш құс. Екеуі де бір сыныпта оқиды. Сұңқар кітап оқуды жақсы көреді, өлең жазады, мақсаттары нық. Басқа құстармен бос қыдыруды ұнатпайды. Оның ең басты арманы алыс Африка еліне бару, джунглиді көру, білім алу, табиғатты зерттеу, оқуға түсу. Сол себепті түрлі мағлұматтар жинап, кітаптармен дайындалып, ұстаздардың ілімін үзбей алып жүреді. Қарлығаш болса керісінше болашағын ойламайды, би болатын, пайдасыз әңгіме айтылатын орынның бәріне бара беріпті. Досының кеңестерін тыңдамапты. Бір күні сұңқарға келіп, күнде кітап оқи беруден жалықпадың ба? Ол қызық емес қой. Сен менің мақсаттарымды білесің ғой. Оған жету үшін оқуым керек. Оқудың еш пайдасы жоқ. Әне кітап көп оқылған қыран құсқа қараш. Бізден артық емес. Отбасымен, балаларымен үйде отыр. Сен де ертең сондай боласың. Одан да кітаптарыңды, жазуларыңды тастап, жас күніңде бізбен қыдыруға жүр. Бірақ сұңқар досын күле тыңдап, кітап оқуын тоқтатпайды. Қарлығаш болса мұның қылығына ренжіп, басқа сауықшыл құстармен қыдырғанды жөн көрді. Күн артынан күн өтіп, қоңыр күзде келеді. Жаздың ұзақ та алаңсыз күндері аяқталды. Қарлығаш болса ойын сауыққа әлі тоймайды. Бірде сұңқар есіне түсіп кетіп, ұясын қағып, бүгін менімен бірге би алаңына баршы, өтініш. Көңілің де көтеріледі, дем алып таласың, жүрші. Досы маза бермеген соң сұңқар бір жолға барып келуге келіседі. Екеуі де күзгі табиғатқа тамсанып, қалай келіп қалғандарында сезбей қалды. Би алаңына жеткен бойда қарлығаш досын басқа құстармен таныстырады. Осылайша үлкен үстел басына дөңгелене отырып алып әңгіме айтады. Басқа жануарларды талқылап, өсек айтып күледі. Сұңқар болса, бәрін құлағымен тыңдап, көзімен көріп таң қалады. Бос сөйлейтін мақсаттар жоқ құстарды алғаш көруі. Үйге келгесін өзін әдеттен тыс басқаша сезінді. Уақытын босқа өткізіп алғанын күні бойы уайымдап жүрді. Өзіне енді бос сандалмауға уәде берді. Сұңқар жылдар бойы басын алмай сабақ оқып, емтихандарға дайындалды. Бірте-бірте жалыға бастаса да, болашақ үшін оқуын тастамады. Қарлығаш болса ештеңе ойламай, әр қарай бос серуенін тоқтатпады. Келесі күзде сұңқар армандағандай Африка еліндегі джунглиге оқуға түседі. Тілдерін үйреніп, сол жердің табиғатымен қоса салт дәстүрін, киімін, ойындарын зерттейді. Қарлығаш болса сол орман ішінде ескі үйінде қала береді. Бірнеше жылдардан соң сұңқар туған жеріне демалуға ұшып келеді. Ескі ұясын іздеп қалқып жүріп, досы қарлығашты көзі шалады. Қарлығаш, бірнеше жыл бұрын сен маған пайдалы кеңестер берген едің. Мен болсам сені тыңдамадым. Осы дүниеге келген әрбіріміз өз қабілетімізді шыңдау керектігін, жер бетін көріп, саяхаттау керектігін түсінбеппін. Мен жасаған қателігімді балаларым қайталамайды деп армандаймын. Алайда сұңқар оқуға әлі де кеш еместігін түсіндіріп, білім алу жас талғамайтындығын дәлелдеп көрсетеді. Қарлығаш бұл жолы кеңесті міндетті түрде тыңдап, әрекеттене бастапты. Ал әрекеттің түбі берекет екендігін бүкіл ғалам біледі емес пе? Сұңқар мен қарлығаш. Разия Акбар Өмірсерікқызы.